Қайырлы күн құрметті көрермендер, сіздерге бүгін дайындаған кереметтей тақырыбым бар. Алдымен осы видеоны көре кетейік, кейін талқылайтын боламыз. Саламатсыз ба? Апа, өзіңіз таныстырып жіберсеңіз, алдымен. Менің аты жөнім Балабаева Жеңіскүл, 44-ші жылғымын. Мен заңғар балама келдім. 2 жылымды көтере алмай, мойнымды былай бұра алмай, біраз жыл әлі докторға барып. Қанша жылдан бері көтере алмай жүрген едіңіз? 20 шақты жыл. 20 жылда. Ал мойныңыз жаңа? Мойным одан да көп болған. Мойныңызда көбірек болды? Қолыңыз көтер. Қандай ем қабылдадыңыз? Бұрын жаңағы ине салған, бірақ оншалықты жақсы болған жоқпын. Дәрі-дәрмекпен емделіп көрдіңіз? Дәрі-дәрмекпен шамалы көтеріп, шілей жаныма батпағасын жүре берген. Мына кейінгі уақытта жаныма қатты батты. Сөйтіп. Апа, не үшін жылап отырсыз? Не үшін жылап отырсыз, апа? Сен ағамның енесі ағасынан өшкелі ағамның бәрі жүріп болса, тақалсаман жақсы болып отырмын, мойындарым бәрі бұрылып, Құдайға шүкір. Апа, жыламаңыз, апа. Иә, одан белім ауырады мен. Қолыңызды көрсетіңіз, қолыңызды көтеріп отырсыз. Алдында қай жерге дейін көтеріп жүрдіңіз? Солай ғана, иә? Қазір көтерсеңіз ауыр. Мойындарыңыз қалай бұрушы едіңіз алдында? Мойындарыңыз қалай бұратын едіңіз? Мойын бет қалып бүйтіп. Қазір бұрып көріңіз. Қазір бәрі аяғы отырады. Қазір жақсы. Аяқтарыңыз қалай болды? Аяғым шүкір жақсы. Аяқтарыңыз ауыр тартушы ма еді? Ауыр тартып зілдей болып тұратын аяғы. Қазір жеңілдеді ме аяғыңыз? Қазір жеңіл. Беліңіз қалай болды? Шүкір жақсы, бетімде жақсы бұтылған. Ой жаным, иненің арқасында шамалы бәрі жіберіп, терлеп, мойын түрінің бәрін жұмсап адам болып қалды. Айналайын, рахмет, айналайын, саған көп жаса, өркенің өссін, ісің алға баса берсін, Құда қаласа. Рахмет, апа. Семьяңда бақытты болып, қолың беріп көрмесін жа. Енді бұл Жеңіскүл апа 30 жылдан бері мойным бұра алмай қалған дейді. Енді осы мойным бұра алмай қалған себебінен бастайық бүгінгі тақырыпта. Яғни грудинно-ключично-состовидная мышцадан бастағым келіп тұр. Бұл бұлшықетті орысша айтқан себебі, енді орысша айтудың өзі қиын бұл бұлшықетті. Қазақшалап айтқанда төс бұғаны емізік тәрізді өсімнің бұлшықеті. Алдымен триггерлік нүктелерден бастайық. Бұлшықетті триггерлік нүкте деген болады. Мына бұлшықетке қарасаңыздар, бұлшықеттер бұлшықет талшықтарынан тұрады. Бұл талшықтар созылғанда бір-бірінен осылай ажырайды, ал жиырылғанда бір-біріне кіріп, көлемі ұлғаяды. Енді белгілі бір себептерге байланысты бұлшықеттер жиырылады. Жиырылған кезде белгілі бір бөлігі осылай қарапайым тілмен айтқанда жабысып қалады. Сол жерде осындай триггерлік нүктелер пайда болады. Бұл триггерлік нүктелер пайда болғаннан кейін, мысалы салыстырып қараңыздар, мына бұлшықет жуандау, мына бұлшықет жіңішкелеу, яғни мына бұлшықет қаттырақ тартылады. Осы жерлерде ауру сезімі пайда болады. Және бұл триггерлік нүктелер екі фазадан тұрады: латентті фаза және активті фаза. Латентті фаза дегеніміз, латентті фазада мысалы сіздерде бұлшықеттеріңіз мойындарыңызды бұрсаңыз ауыру мүмкін, немесе жұмыста кешкісін мойындарыңыз талып тұру мүмкін, кейде бір ауырған жерді ұстасаңыз кішкене бір ауру сезімді сезесіздер. Бұл латентті фазада ұзақ жылдар бойы адам жүре беруі мүмкін. Бірақ белгілі бір жағдайларға байланысты, мысалы осы бұлшықетті ұзақ жиырып ұстап тұрған күйде, мысалы 2 жастық қойып жатқан кезде мойнымыз ұзақ жиырылып тұрады. Және мысалы бір адаммен сөйлесіп отырсаңыз, столда отырып, сол адамға ұзақ қарап отырсаңыз, оң жақ бұлшықетіңіз ұзақ уақыт жиырылып тұрады. Не болмаса ауыр көтерген кезде, қатты суық әсер еткен кезде бұл активті фазаға бірден өтуі мүмкін. Осы активті фазада адамдар сол күні жүгіріп дәрігерге барады. Себебі бұл кезде өте қатты бір шыдатпайтын ауру сезімі пайда болады. Бұл адамдар басын мүлдем қозғалта алмай қалады, ауырған жерін ұстай алмай қалады. Дәрігерге барған кезде бұл жағдайда көбінесе мойын омыртқаларын МРТ-ға жібереді. МРТ-ға жіберген кезде остеохондроз, протрузия немесе грыжа деген диагноз қояды, сіздерге ем тағайындайды. Ем тағайындағанда көбінесе алатындарыңыз ауру сезімін басатын қабынуға қарсы дәрілер және витаминдер, хондропротекторлар аласыздар.
дәрінің курсы біткеннен кейін сіздерде бір жеңілдік пайда болады, бірақ ауырған толықтай қайтпайды. Себебі бұл триггерлік нүктелер жойылған жоқ. Тек қана латентті фазадан, активті фазадан латентті фазаға өтті дегеніміз. Енді бұл пайда болу себептерін айтсақ, кімдерде жиі кездеседі? Мысалы, көбінесе жоғарыға қарап жұмыс істейтіндер, яғни құрылысшылар. Олар көбінесе потолок краскілейді, шеге қағады деген сияқты. Және көбінесе екпетімен ұйықтайтын адамдар. Адам екпетімен жатқан кезде түнімен бір жаққа қарап мойнын бұрып жатады. Яғни бір бұлшығы жиырылған күйде, бір бұлшығы созылған күйде тұрады. Және жатып кітап оқитындар. Жатып кітап оқығанда сіздер тік жатып, кітапты ұстамайсыздар, еңкейіп жатасыздар, сол кезде екі бұлшығы жиырылып тұрады. Осы кезде триггерлік нүктелер жиі пайда болады. Және анамнезінде травма болса, не болмаса бір қатты ауыр көтеріп, мойнын ауыртып алған болса, осы кісілерде көбінесе осы мойнында триггерлік нүктелер кездесетін болады. Және отырып жұмыс істейтін кісілерде, олар отырады, компьютерде отыратын кісілер, яғни қолдары көтеріңкі күйде, бастары алдыға созылған күйде жұмыс істейді. Осы кезде мойында триггерлік нүктелер пайда болады. Яғни бұл тек қана осы грудино-ключично-сцевидный мышцада ғана емес, мойынның бұлшықеттерінде де триггерлік нүктелер пайда болады. Осы себептен сіздердің мойындарыңыз ауырады. Яғни бұл триггерлік нүктелер пайда болғанда латентті фазада қандай қосалқы симптомдар болатынын сіздерге түсіндіре кеткім келіп тұр. Грудино-ключично-сцевидный мышца осылай екі бөліктен тұрады, яғни төстен бұғанадан шығады бір басы, екінші басы барып емізік тәрізді өсімдікке бекиді. Яғни мұнда төст бөлігі, осы бөліктің белгіленген аймақтар, осы аймақта триггерлік нүктелер бар болса, бұл ауру сезімін жан-жаққа таратады. Яғни шүйде бөлігінде ауруы мүмкін, көзді бұлай айналдырып ауыруы мүмкін, төсті ауыртуы мүмкін, және майда белгіленгендер осы аралықта бір жағымсыз сезімдер болуы мүмкін. Ал егер бұғана емізік тәрізді өсіндіде осындай триггерлік нүктелер болса, бұл құлақтың артын және маңдайды ауыртуы мүмкін. Бірақ осы белгіленген аймақтар барлығы бірде кездесуі міндетті емес, осының біреуі, немесе екеуі, немесе осы үшеуі кездесуі мүмкін. Қосалқы симптомдарын айтатын болсам, грудин, төс, емізік тәрізді өсіндіде триггерлік нүктелер пайда болса, сізде бұл ауру сезімнен бөлек көзіңіз жас ауруы мүмкін, көру қабілетіңіз төмендеуі мүмкін, кейбір жағдайда көз жұмылып қалуы мүмкін, және көзіңіз қызарып жүруі мүмкін көп жағдайда. Ал егер бұғана мен емізік тәрізді бөлігінде триггерлік нүктелер болатын болса, онда сізде құлағыңызда шу пайда болуы мүмкін, құлағыңыздың естуі нашарлауы мүмкін, және ең жиі кездесетін басыңыз айналуы мүмкін. Басыңыздың айналғаны, ол басыңызды оңға солға немесе жоғарыға бұрған кезде күшейеді және құсқыңыз келіп жүретін болады. Ал жаңа активті фазаға өткенде ең жаман асқынуды айта кетейін. Өкінішке орай осы Жеңіскүл апамызда болған, 30 жыл бұрын болған. Яғни активті фазаға өтті, мынау тұрған бұлшықет жиырылып тырысып қалады. Осы бұлшықеттер сіздерге қатты ауырады. Қарасаңыздар, мына бет нервісі, нервус фациалис осы бұлшықеттің астынан шығады. Мынау жиырылып тырысқан кезде осы нервті түбінен қысып қалады. Сіздерде, яғни, егер осындай жағдай болатын болса, науқаста бірінші күні бетін ұйып тұрған сезім пайда болады. Ұйықтап тұрғаннан кейін ертесі күні бір жақ беті қисайып қалады өкінішке орай. Мысалы, мына баладағыдай. Мына балада сол жақ бетінің бет нервісінің невриті, яғни паралич белла деп айтады бұл ауруда. Мысалы, мына бала күлген кезде сол жақ беті қимылдамайды. Және тамақ ішкен кезде осы тұстан су ағып кететін болады. Жеген тамағы мына бетінің іш жағына жиналып қала беретін болады. Көзін жұмған кезде бір көзі толықтай жұмылмайды. Қабағын көтерген кезде бір қабағы көтеріледі, бір қабағы көтерілмейді. Және қабағын шытқан кезде де мына қабағы шытылады, мына қабағы шытылмайды. Енді осындай жағдай болатын болса, осы бұлшықетті босату керек. Ең алдымен
бұл бұлшықетті босатпай беттің қимыл қозғалысы қалпына келмейді. Егер дұрыс емес емделген жағдайда осы беттің бет нервісінің салдануы ертең өмір бойы жазылмай кетуі де мүмкін. Егер дәрі-дәрмек тағайындайтын болсақ, бұл триггерлік нүктелерге әсер етпейді. Тек қана ауру сезімін басады. Бұл жерде дұрыс нәтижелі ем алу үшін бұл триггерлік нүктелерге механикалық түрде әсер етуіміз керек. Яғни обкалывание по триггерным точкам деп атайды. Алтын инені осы триггерлік нүктелерді қолмен іздеп тауып, сол араға ине сұққан кезде адамда тоқ соққан сияқты сезім пайда болып, артынан сол араға жылулық келіп, адамның жағдайы бірден жақсарады. Бірден ауру сезімі басылып, мойны жеңілдеп қалған сияқты болады. Артынан бұдан кейін массаж жасап, және бұлшық етті қоректендіретін дәрілер берсек, бұлшық етіміз қайта қалпына келіп, жағдайы ұзақ уақытқа жақсарады. Тіпті протрузия, грыжа кезінде осы триггерлік нүктелерді жойғаннан кейін, мысалы, грыжа мен протрузиямен ауырған кісілер білетін болар. Асқынған кезде адам бір қолын көтере алмай қатты ауыруы мүмкін, немесе бір аяғын көтере алмай қатты ауыруы мүмкін. Осы триггерлер жойған кезде кейбір жағдайда, барлығында бірдей емес, ине қойғаннан кейін бірден ауырғаны жойылып кетуі де мүмкін. Егер де сіздерге видео қызық болса, каналға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Келесі видеода Жеңіскүл апа қолы не үшін көтере алмай қалғанын және оны қалай емдегенімізді талдайтын боламыз. Егер де сіздер консультацияға келгілеріңіз келсе, осы видеоның астында телефон нөмерге хабарласыңыздар.